Сәлем, қайырлы кеш оқушылар. Бүгін біз сіздермен ұбт нұсқасын талдайтын боламыз. Қаңтар ұбт-сына дайындық мақсатында. Иә, кеттік олай болса. Бірінші сұрақ. Тамырлардың өткізгіштігі және қан ұю үшін маңызды лейкоцит типі. Біз білеміз, лейкоциттің бірнеше типі бар еді. Бұл бізде қанды тазарту үшін, қандағы бөгде заттарды жою үшін, бөгде антиденелерді танып, оларды жою қызметін атқарады. Соған байланысты бірнеше бұлардың типтері бар еді. Біріншісінен бастайық, эозинофил. Бұл бізде қандай лейкоциттің типі? Бұл тіршілігін жойған нәруыздарды, яғни бөтен нәруыздарды жою қызметін атқарады. Оларды залалсыздандырады. Екіншісі нейтрофил. Нейтрофилді біз тағы не деп білеміз? Бұл белсенді микрофаг. Белсенді микрофаг. Нейтрофилді белсенді микрофаг деп білеміз, яғни бұл өте ұсақ. Тура осының наобороты бар еді, ол бізде моноцит еді. Белсенді бұл макрофаг. Макрофаг болады, Бұлар қанда кездеседі. Және соңғысы, яғни дұрыс жауап, ол қан ұю үшін маңызды лейкоцит типі, ол бізде базофилдер. Міне базофилдер. Ал нейтрофилдер тағы қандай еді? Бұл жасша аралық кеңістікте болатын, теріде болатын еді, мына нейтрофилдердің ерекшелігі. Ал моноциттердің ерекшелігі болатын болса, бұл қаннан тыс сұйықтықтарда болатын еді. Плевра сұйықтығы, буын сұйықтықтарында кездесетін еді. Окей, хорошо. Келесі сұраққа көшеміз. Жуан протофибриллалар құрайтын нәруыз. Бұл бізде қай жерде кездеседі? Бұл шығыт жасушаларында кездесетін нәруыздар, яғни жиырылуға жауап беретін нәруыздар. Ал оны айтқан кезде біз екі нәруызды ғана атап өтетін едік. Негізгі нәруыз ретінде ол актин және миозин. Енді осы актин және миозиндердің құрылымына қарайтын болсақ, ол кейбірі қою түсті болады және ақ түсті болады. Қою түсті ол бізде миозин, және ол жуан болып орналасады, ортасында орналасады. Міне, саркомерді алатын болсақ, дәл ортасында орналасқан мұнда қызыл түсті болып тұрғандар, олар миозиндер. Ал оның арасында мынау енді көлденең кесіндісі, қараңыздар, мына саркомер, оның көлденең кесіндісін алатын болсақ, мына суретті көреміз. Міне, көлденең кесіндісінде миозиндер, бұлар қалың болып тұр, жуан болып тұр. Ал оның арасында орналасқан актиндер жіңішке болып орналасып тұр. Соған осыған байланысты жуан болатын болса, ол миозин, ал арасында жіңішке болатын болса, ол актин болып табылады. А лизин дегеніміз бұл бізде амин қышқылы, әлі нәруыз емес. Тимин дегеніміз бұл бізде азотты негіз, ДНК-да кездесетін. Жақсы. Келесі сұрақ. Асқабақтың сары түсін доминантты П ген анықтайды, ал Q гені болатын болса, оның супрессоры дейді. Сары түсті асқабақтың генотипін анықтаңыз. Яғни бұл бізде аллельді емес гендердің өзара әрекеттесу түрлері бар еді. Оның ішіндегі бұл эпистазға жатады, Эпистаз. Эпистаздың ерекшелігі басқаларынан. Мұнда бір белгіге жауап беретін екі ген болса, бір ген екінші генді басып тастай алатын еді. Яғни көрінбеуіне себеп болады. Мына мысалда бізде асқабақ туралы келген, және оның түсін анықтайтын ген туралы келген. Получается, сары асқабақ, міне көрсетіп тұр, мына сары асқабақта сары түсін көрсететін ген ол доминантты П гені. Ал оның супрессор деген сөз, то есть бұны жасырып тастайтын, ол қандай ген? Ол Q гені. Яғни Q гені келетін болса, сары түс көрінбей қалады деген сөз. Яғни мұнда. Демек, мына ақ асқабақта Q үлкен гені бар, мұнда да Q гені бар, мұнда да Q гені бар деген сөз. Ал оның қасында үлкен P болсын, кішкентай P болсын, разницасы жоқ, бәрібір мынау Q гені басып тастайды екен. P геніне доминантты генді басып тастайды. Сондықтан бұның түсін шығартпайды. Мына жағдайда қарасақ, не болады? P гені сары шығып тұр. Демек, Q гені бар ма бұнда? Бар. Бірақ ол доминантты түрде емес, ол рецессивті түрде тұр деген сөз. Бұлайынан тұр, кішкентай Q болып тұр. Рецессивті түрде тұр.
Мұнда ол кішкентай ген болуы мүмкін былайынан, мынаның қасында. Және бұл ұрпақтарына берілген кезде, мына 2Q кішкентай ген бір жаққа қарай кетсе, демек ол не болып қалады? Үлкен доминантты P генін баса алмайды. Сондықтан үлкен P ген бұл ата анасынан келеді. Мұнаның қасында кішкентай P да болуы мүмкін. Мен условно жазып жатырмын. Мына жақтан келген болуы мүмкін. Нәтижесінде не болды? Мынандай генотип шықты. Бұдан нені көреміз? Үлкен супрессор болатын Q гені жоқ. Енді бізден не сұрап тұрған еді? Сары түсті асқабақтың генотипін анықтау еді. Демек, сары түсті асқабақтың генотипі мынандай типтес болады. Немесе ол мынандай да болуы мүмкін, үлкен 2P және кішкентай 2Q. Яғни мұндағы мән мағына сары түсті болу үшін доминантты Q гені болмау керек. Супрессор гені болмау керек. Яғни жауаптардан қараймыз. Мұнда бар, демек бұл жауап болмайды. Мұнда да бар, жауап болмайды. Яғни дұрыс жауабы D болады. Өйткені сары түсті беретін үлкен P гені бар, және оның супрессоры жоқ. Соңғы мына B жауабы бола ма? Болмайды. Өйткені мұнда сары түсті беретін үлкен P гені жоқ мұнда. Сондықтан бұл барлығы рецептивті болатын болса, ол кезде жасыл түсті болады, ол мынау. Демек, мұнда кішкентай 2P мен 2Q гені басқа түсті беріп тұр. Так, жалпы логикасын түсінсеңіздер болды. Негізі бұл есептерді шығару оңай. Бұны ұзақ уақыт алмайды, қазір айтқанымыздай. Вестибула рецепторлардың қызметі. Вестибула рецептор дейміз қайда орналасқан? Ол құлақта орналасқан. Ол неге жауап береді? Тербеліске. Тербеліске жауап қайтарады дегеніміз, получается, бұл тербелісті сезіп қабылдайды. Сондықтан құлақта орналасады, яғни вестибула аппаратында орналасады. Біздің денеміздің мынау пространствода, ортада қозғалуын бақылайды. Яғни біз көзімізді жұмып болса да не істей аламыз? Біз екі аяқта нық тұра аламыз. Себебі неге? Бізде вестибула аппараты тепе-теңдік жүйесі ұстап тұр. Оның ішінде рецепторлар қимылдауына байланысты. Демек, бұл неге қайтарады, жауап қайтарады? Тербеліске дененің босаңсуы кезінде созылуы, ол бізде бұлшықеттерде, сіңірлерде орналасқан қандай рецептор? Проприорецепторлар, иә? Проприорецепторлар орналасады. Ал ішектегі газ жиналу кезінде созылу, яғни газ жиналса, ішінде қысым артты деген сөз. Қысым артқан кезде бұл созылуға, яғни созылуды анықтайды, яғни адамда вздутие болатыны біз сеземіз ішімізде, яғни ішектерімізде газ жиналғандығын. Ол бізде қысымға байланысты болатын болса, барорецептор. Я? Барорецептор болады. Бұлар қан тамырларда орналасқан болады, жүректерде орналасқан болады, соған байланысты біз давленияның өзгеруін де сеземіз. Одан кейін соңғысы бұлшықеттерді жиыру. Бұл да жаңа айттық, мынау проприорецепторлар, бұлар бұлшықеттерде орналасатын рецепторларға жатады. То есть бұлардың барлығы механорецепторлардың түрлері. Реабсорбция кезінде қанға кері қайтарылатын органикалық заттар. Сұрақтың жауабын уже айтып тұр. Органикалық заттар. Енді жауаптарды қарайықшы. Органикалық заттар бар ма? Тұз, биорганикалық зат. Ион түрінде ол біз айта алмаймыз. Бұл органика, биорганика. Су, биорганикалық заттар. То есть бұлардың барлығы биорганик заттар. Соңғы біреу ғана қалды, глюкоза. Бұл органикалық заттар. Реабсорбция дейміз, нефрондағы қайта сіңірілу. То есть бірінші реттік зәрді бөлді, өте көп мөлшерде, ойлаңыз, күнде 180 литр түзіледі. Оның барлығын біз зәр түрінде бөлмейміз. Оны 1,5 литрге дейін азайтамыз. Получается, біз азайту кезінде керекті су, глюкоза, яғни натрий, калий, иондар барлығын қайта сіңіріп аламыз. Бұны біз реабсорбция кезеңі немесе қайта сіңірілу деп атаймыз. Шаша бөлінуінің дайындық кезеңі. Яғни той болу үшін сен 3 ай дайындаласың ба, тура сондай жасуша да бөліну үшін дайындалады. Дайындалу кезінде не істейді? Бұл органикалық заттарды жинақтайды. Өзінің ДНК-сын 2 еселейді. Қайтадан органикалық заттарды жинайды. Өзінің органоидтарын көбейтеді. Яғни бізде бастапқы кішкентай жасушамыз не істейді? Бұл өседі. Мұнда хромосома жиынтығы 2 еселенеді.
Бұның барлығы дайындық дейді. Одан кейін барып не істейді? Бұл жасуша екіге бөлінеді. Получается, бізде дайындық кезеңін интерфаза деп атаймыз. Ал ары қарай мына бөлінуі профаза, метафаза, екіншісі анафаза, үшіншісі плюс, төртіншісі телофаза. Бұның барлығы мына жерде жүреді, жасушаның екіге бөлінуі. Бұны енді жасушаның түріне қарай бөлінетін. Бұл жыныс жасушасы ма, дененің сомалық жасушасы ма, соған қарай не деп атаймыз? Митоз немесе миоз деп атаймыз. Ал получается, оған дейінгі мына аралық дайындық интерфаза. Бұны біз бөліну кезеңіне жатқызбаймыз. Бұл дайындық кезеңі болады. Зәр түзілудің екінші кезеңі, жаңа айттық, екінші кезеңде органикалық заттар дедік, қайтып сіңірілетін. Реабсорбция деп атайды, сол кезде білесіздер ма? Реабсорбция, получается, абсорбция дегеніміз бұл не істеу? Сүзгілеу. Реабсорбция дегеніміз қайтадан сіңіру деген сөз. То есть, қазақшасы бұның қайта сору болады. Сүзу, фильтрация, абсорбция бұның барлығы бір мағына береді. Яғни бірінші реттік зәрдің түзілу кезінде зәрді сүземіз. Басқаша айтайық, зәрді фильтрациялаймыз. Басқаша айтайық, зәрді абсорбциялаймыз. Ал екінші кезеңші қайта сіңірілу, реабсорбция. Түсінікті ма? Окей, хорошо. Оның барлығы мұнда нефронда жүреді. Міне нефрон, мұнда капсуласы, мұнда Боуман капсуласы, мұнда бірінші реттік зәр түзіледі. Ал ары қарай проксималды өзекше, дисталды өзекше, генлі ілмегі, бұның барлығында екінші реттік зәр түзіледі. То есть қайта сіңірілу, реабсорбция осы жерлерде жүреді. Ары қарай уже жинақтаушы түтікке түскеннен кейін ары қарай неге кетеді? Бүйректен астаушаларына жиналады и несеп ағарға қарай жолға шығады. Так, 7-ші сұрақ бітті. Бізде 8-ші сұрақ. Аксонның сыртын қаптайтын нәрвіз. Аксонның сыртын қаптайды деп айтып тұр да, но шын мәнінде біз былай деп айтамыз, кітапта бұл. Мембранада кездесетін деп айтады, мембранада. Мембранада кездесетін нәрвіздер. Ал мембрана бұл неден тұрады? Бұл липидтен тұрады, липидті қабық. Липид. Вот получается липид и онда орналасқан плюс нәрвіз. Липид пен нәрвізді қоссақ не болады? Липопротеид болады, дұрыс айтасыздар. Липид және нәрвіз. Металлопротеид дейміз. Бұл нелер болады? Құрамында металл иондары бар нәрвіздарды біз металлопротеид деп атаймыз. Хромопротеид бұл әртүрлі түс беретін. Мысалы, ол родопсин, ядопсин, тағы гемоглобин. Вот. Мынаның барлығы, мысалы, родопсин, ядопсин бұл көздің нұрлы қабығында болады, оларға әртүрлі түс беріп тұратын, гемоглобин бұл қанға қызыл түс беріп тұратын. Темір ионы болғандықтан. Фосфопротеид бұл құрамында фосфор қышқылының қалдығы болатын. Оған мысал ретінде біз казеинді жатқызамыз, казеин. Фосфор қышқылының қалдығы. Кальций. Так, бұл нәрвіздің осындай түрлері. Вакуольдің қызметі. Вакуоль бұл біз білеміз өсімдік жасушасында болатын органоидтардың бірі, яғни жануар органоидтарынан жасушасының айырмашылықтардың бірі өсімдіктерде вакуоль болады, нағыз вакуоль. Так, органикалық заттарды синтездейді дейді. Жоқ, бұл бізде хлоропласттар еді. Хлоропласт. Яғни бұл не жүргізеді? Фотосинтез процесін жүргізеді. Сондықтан Д да дұрыс емес, А да дұрыс емес. Тургір қысымын реттейді дегеніміз, міне осыны айтсақ болды. Тургір қысымы дегеніміз, мынау как шарик сияқты ғой. Допустим, айтсақ, мысалы, бір үрленбеген шарик былайынан мыжылып жатады. Егер бұның ішіне ауа үрлейтін болсақ, бұл не болады? Мынандай домалақ шарикке айналады. Солай ғой. Получается, мынаның ішінде не бар? Бұған қысым түсіп тұрған ішінде ауа бар. Тура сол сияқты біздің емес, өсімдіктердің жасушасының ішінде, мына жасушасының ішінде не бар? Вакуоль деген органоид бар. Бұның ішінде не бар? Су бар.
яғни мұндағы негізгі қысымды мынау сыртқы қабырғаларының өз пішін ұстап тұруға көмектесетін, былайша айтатын болсақ, ол бізде не болады? Ішіндегі су болады. Нақтырақ, ол вакуольдің қызметі болады. Получается, міне, тургырлық қысымды реттеп вакуольдің ішіне су жеткілікті болатын болса, ол өсімдік тұрады, иә, нормально. Бірақ өсімдік шөлдегенде не болады? Вакуольдің ішінде, мына тура сол жасушаны айтатын болсақ, міне, вакуольдің ішіне су азайып кетті. Получается, не болды? Тургырлық қысым төмендеп кетті. Сол кезде өсімдік солып қалады. Получается, өсімдіктің осылай өзін ұстап тұруы, ол вакуольдің тургырлық қысымын реттеу қызметіне байланысты екен. АТФ энергиясын синтездейді, бұл да айналып келгенде хлоропласт. Келесі сұрақ. R стратегияға тән ерекшелік. Бұл негізгі кітаптарда былай деп айтатын еді, кішкентаймен жазып қояды. R стратегия және екінші бір стратегия бар, K стратегия. То есть мына жерден байқаймыз біз. K деген үлкен әріптермен жазылып тұрады, R деген кішкентай әріппен жазылып тұрады. Осыдан нені байқаймыз? R стратегия бұл ұсақ жануарларға арналған стратегия. Міне. Мынау получается R стратегия. Ал K стратегия дегеніміз бұл үлкен K-мен жазылды. Бұл ірі жануарларға арналған. Енді бұлардың ұсақ іріден айырмашылығы неде? Яғни оның негізгі белгілері бар. R стратегияда бұлар көп ұрпақ қалдырады, аз өмір сүреді және ортаға не болады? Бейімделгіштігі, яғни өсімталдығы жоғары болады. Бұлар бізде R стратегия. Тура соның наобороты, жыныстық жағынан, мысалы, тышқандар болатын болса, тышқандар бір жылда жыныстық жетіледі. Ал пілдерші, пілдер 5-6 жылда, 3-4 жылда жетіледі, яғни мұны ұрпағы әлі біраз өседі. Жыныстық жағынан кеш жетіледі. Тіршілік ұзақтығы артады, яғни пілдер шамамен 80 жыл өмір сүреді десек, тышқандар мысалы 5-6 жыл немесе 3-4 жыл өмір сүреді. Яғни екеуінің разницасын қарайық. Одан кейін өсімталдығы төмен дейді. Яғни пілдер бір ұрпақ береді, тағы 5-6 жыл екінші ұрпақ бермейді. Ал тышқандарша, бұлар жылда ұрпақ береді және ұрпақтарының саны өте көп. Яғни өсімталдылығы жоғары. Бізден нені сұрап тұр енді? R стратегиясын сұрап тұр, иә? Тышқанға байланысты сұрап тұр. Тез ұрпақ алмасады деп, дұрыс па? Дұрыс, потому что бұлар ұрпақты тез көбейтеді. Өсімталдылығы жоғары. Яғни мұндағы тышқанның баласы тағы бір жылдан кейін мына тышқан сияқты не істейді, уже ұрпақ қалдыруға дайын болады. Кеш жыныстық жетіледі дейді. Ол кімге байланысты? Пілге байланысты. Сондықтан бұлар К стратегия. Тіршілік ұзақтығы артады. 80 жыл кім өмір сүретін еді? Ол піл еді. Сондықтан бұл да К стратегия. Өсімталдылығы төмен. Пілдің бір баласы бар, бірнеше жылға дейін ұрпақ бермейді. Бұл да К стратегия. Түсіндік па? К және R стратегиясының негізгі айырмашылықтары. Так, тыныс алу және ас қорыту жүйелерінің ортақ бөлімі. Яғни бұл сұрақ өте көп қайталанып келеді. Және өте қарапайым сұрақ. Өкпе бұл тек қана тыныс алу, бронхиола бұл тек қана тыныс алу, кеңгіртек тек қана тыныс алу. Жұтқыншақ бұл екі тыныс алу және ас қорыту жүйелерінің ортақ бөлімі. Ол міне. Міне жұтқыншақ. Жұтқыншақ қақпақшасы. Получается, тамақ жеген кезде бұл қақпақша тыныс алу мүшесін жауып қалады, сонымен ас қайда қарай кетеді? Өңешке қарай кетеді. Тыныс алған кезде қақпақша ашылады, нәтижесінде қайда не істейді? Бізде ауа тура келіп, көмейге қарай, ары қарай кеңгіртекке қарай өтеді. Получается, осы екі ортаны бөліп тұрған бізде не бар? Жұтқыншақ бар. Кеттік дальше. Тірі жүйелерді 1 моль глюкоза толық ыдыраған кезде бөлінетін энергия. Мұнда енді шамалы біз қателесуіміз мүмкін. Сондықтан мұқият тыңдаймыз. Так, 1 моль глюкоза неше АТФ энергиясын береді деген сұрақ туындайды бірінші. Оны біз мектеп кітаптарын қарасақ, бізге нақты жазады. 38 АТФ энергиясын синтездейді. 1 моль глюкоза, то есть 1
моль глюкоза. 38 АТФ-қа тең. Енді сұрақ келесі, 1 АТФ қанша килоджоул энергия береді? Ол 30-да 6 килоджоул энергия береді. Получается, бізде 1 моль глюкозамыздан алынатын энергияны есептеу үшін не істейміз? 38 көбейту 30-да 6 дейміз. Солай ғой. Тең болады қанша? 1162-де 8 килоджоул энергия дейді. Демек, дұрыс жауап А. Неге дұрыс жауап Б емес? Өйткені бұл тек 1 АТФ-тің беретін энергиясы. Ал бізде 1 моль глюкозадан ондайдың 38-і түзіледі. Неге 61-де 2 емес? Өйткені бұнан қарасақ, мынаның 2 есесі, иә? 2 көбейткендігі. Бұл қай кезде болады? Бір біздің глюкозамыз неге дейін ыдырайды? 2 сүт қышқылы немесе пируватқа дейін, иә? Пируват. 2 пируват. Дайындық кезеңінде. 2 пируватқа ыдыраған кезде, бұл кезде біз 2 АТФ жұмсаймыз, но дайындық кезеңінде 4 АТФ өндіретін едік. Получается, біз мына жерде жұмсадық 2 АТФ, бірақ біз өндіріп алдық осы жерде 4 АТФ-ті. Оны суммарный бізде қанша АТФ пайда көрдік? Ол 2 АТФ көрдік. 2 АТФ-іміз қанша энергия береді? 61-де 2 килоджоул. Получается, мынау соның жауабы. 1101 дегеніміз, бұл, получается, мынандан шыққан ғой. Мынан егер бөлетін болсақ, 36-ға, 36 шығады. Получается, бұл 36 АТФ көбейтеміз 30-да 6 килоджоул. То есть 36 АТФ қайдан шықты? Біздің бір пирожүзім қышқылын ары қарай көмір қышқыл газы мен суға дейін ыдыратқандағы бөлінетін энергия. Бірақ біз білеміз ғой, бастапқы бұған дейін де 2 АТФ пайдамыз бар еді. Сондықтан 36 дегеніміз пируваттан бастап есептеген кезде, бірақ оған 2-ні қоссақ, бір глюкоза басынан соңына дейін есептеген кезде шығатын энергия. Түсініп па? Жалпы негіз кітапта тағы былай жазады, 2921 килоджоул энергия бөлінеді деп жазады. Бұл КПД-ны есептемеген кездегі, яғни коэффициент полезное действие. То есть жалпы бөлінген энергия, бірақ бұның біраз бөлігі қайда кетеді? Жылу түрінде бөлініп кетеді, иә? Пайдасыз энергия деп атайтын едік қой бұны. Ал именно АТФ-тің ішіне сақталатыны, яғни біз сақтап үлгеріп қалатынымыз, ол 1162 килоджоул. Вот так. Сыртқы ұрық жапырақшасын түзілетін мүше. Бұл сұрақтар жиі қайталанады. Бұл бізде нейрула сатысы, яғни бізде бластула, гаструла, нейрула, яғни зиготадан кейін ұрықтық даму кезіндегі. Біріншісі сыртқы мүшелерден бізде не дамиды? Ми дамиды, сезім мүшелері дамиды, Одан кейін бізде не дамиды тағы? Тері дамиды. Тері түзілістері дейміз. Ол шаш, тырнақ, кірпік деген сияқты. Одан кейін ортаңғы мезодермамыз бар, иә? Мезодермадан біздің тірек қимыл жүйеміз. Тірек қимыл. Осының ішіне біразын жатқызып жіберейін. Тірек қимыл дейміз, тірек біздің сүйектеріміз, қимыл дейміз, бұлшеттеріміз. Одан кейін қан айналым жүйесі. Қан айналым. Бұның ішіне де біраз нәрсе кетеді. Ол бүкіл біздің қан тамыр, жүрек, соның барлығы кетеді. Так, одан кейін келесі бұл жыныс зәр. Зәр шығару жүйесі мен жыныс жүйесі кетеді. Жыныс жүйесі деген кезде мұнда уже бездерді де жатқызамыз. Бездерді осының ішіне кетеді. Зәр шығару жүйесі немесе бүйрек те кетеді осының ішіне. Бұның барлығы мезодермадан дамиды. Ең соңғы қалды, не қалды? Энтодерма. Энтодермадан тыныс алу жүйесі және ас
қорыту жүйесі дамиды. Міне, ас қорыту жүйесі мен тыныс алу жүйесі осыдан дамиды. Демек, былай қарайтын болсақ, мұнда өкпе болады, иә, дұрыс жауап. Өкпе болмайды, бізден сыртқыны сұрап тұрған екен. Сондықтан сыртқы болатын болса, мұнда ми болады. Дұрыс жауап. Тұқым қуаламайтын өзгергіштік. Кейде тұқым қуалайтын деп оқып кетуіміз мүмкін. Тұқым қуаламайтын өзгергіштік түрі. Генотиптік болатын болса, ген деп тұр ғой, демек бұл ДНК мен тікелей байланысты, бұл тұқым қуалайтын өзгергіштік. Модификация дегеніміз, осы бізде тұқым қуаламайды. Демек, модификацияларымыз сыртқы ортаға байланысты, сыртқы орта факторлары әсер етеді. Сыртқы фактор әсер етсе, бұл модификациялық болады. Бұны мысал келтірген кезде қай өсімдікті келтіретін еді? Бақты келтіретін еді. Яғни таулы ортада өссе, таулы жерде өссе, ол аласа болады, кішкентай болып қана ұсақ болып өседі. Ал бірақ ол жазық далада өсіретін болса, ол кезде бұл үлкен биік болып өсетін еді бақбақ. Бұл жетсе бір бақбақ өсетін ортасына қарай бұл түрін өзгерте алады. Яғни су жетпей қалған өсімдіктерде кішкентай мүжірейіп өседі. Немесе тамақты аз жеген сиыр, қой болатын болса, оларда мүжірейіп қалады. Получается, олардың генінде олар мүжірейіп қалу емес еді, тек сыртқы орта факторы оларға солай әсер етті. Комбинативтік дегеніміз, бұл да бізде тұқым қуалайтын өзгергіштік. Мысал үшін, әкесі бар, анасы бар және баласы бар. Баласы анасы мен әкесіне ұқсайды ма? Ұқсайды. Бірақ тура солардың копиясы ма? Жоқ, копиясы емес. Получается, өзгергіштік бар ма әкесінен басқашалау, анасынан да басқашалау? Бұны біз комбинативті өзгергіштік дейміз. Ал мутациялық өзгергіштік, бұлардың ешқандай әкесі, анасы және баласы. Әкесінде де, анасында да жоқ қасиет, яғни нормальный адамға тән емес қасиеттің жаңасы пайда болатын болса, бұны біз мутациялық өзгергіштік деп атаймыз. Яғни сиырдың 2 мүйізі болады, 3-ші мүйізі пайда болса, бұл мутация. Потому что сиырларда 3 мүйіз болмайды. Сперматогенездің оогенезден айырмашылығы. Мұнда сперматогенезде сперматозоидтар дамиды, оогенезде жұмыртқа жасушасы дамиды. Міне мектеп кітабында сурет, міне екеуі де тұр. 4 бірдей гаметалардың түзілуі. Бізден нені сұрап тұр? Сперматогенезді тап деп тұр. Оогенезден қандай айырмашылығы бар деп тұр мынадан. 4 бірдей гамета дамиды. Былай қарайықшы, міне. 1, 2, 3, міне 4-ші жүзіп баратыр, 4. Мына 4-еуі де сперматозоид. Яғни бір жасушадан 4 бірдей гамета дамиды. Бұл сперматогенездің негізгі ерекшелігі. Дұрыс жауап. Басқа варианттарды қарайық. Бағыттауыш денешіктерін жойды. Міне бағыттауыш денешіктер. Бағыттауыш денешіктер бұл оогенезге тән нәрсе. Онда бір негізгі жұмыртқа жасуша болады, қозғалмайтын, және 3 бағыттауыш денешік болады. Бұл оогенезге тән. Бір ғана гаметаның пайда болуы. Міне осы оогенезде жетілу кезеңінде бір ғана не болады? Гамета дамиды. Ол бізде жұмыртқа жасуша деп атайды. Гаметаларының ірі қозғалуға бейімсіздігі. Ірі болады ол жұмыртқа жасуша, және ол қозғалмайды. Бізде ұсақ болады, және аса қозғыштық болады, яғни құйрықтарымен қозғала алады. Бұл бізде сперматозоид. Кеттік. ДНК-ның біріншілік құрылымын орнату. Яғни барлығымыз денемізде хромосомалар бар, бүкіл жасушаларда хромосомалар бар. Бірақ соның ішінде біз айтамыз, аденин, тимин, гуанин, цитозин деген нуклеотидтерден тұрады. Осында бізде қос тізбек, ДНК деген. Соның алғашқы реттілігін, яғни кітаптың бүкіл әріптерін теретінде аденин, одан кейін тимин, одан кейін гуанин, цитозин. Осы реттілікті, яғни бүкіл кітапта жазып шығатын әріптерді теруін біз не деп атаймыз? Сұрақ сондай. Клондау дегеніміз бұл не істеу? Бірдей ағзаларды түзу. Бізде бұны неден алатын еді? Дойлы қойынан жасаған еді бірінші болып. Яғни 2 жасушаны алды, біреуінің ішіндегі хромосомаларын алды да, екіншісінің пустой ядросының ішіне апарып, хоп, салды. Бірінші қой еді. Екінші қойдың жасушасына салды. Нәтижесінде не пайда болды? Тура мына біріншісінен айнымайтын копиясы пайда болды. Демек, мынаны біз не деп атаймыз?
клон деп атаймыз. Кімнің клоны? Мына бірінші қойдың клоны. Вот, бұны біз клонды деп атаймыз. Вектор дегеніміз бұл тасушы деп түсініңіздер. Сіздер тасушы. Нені тасиды? Біз қалаған генді тасиды. Бұл векторлар біз қалаған генді таситын кімдер? Көбінесе олар плазмидалар. Плазмидалар, бактерияларда болады, міне мынау. Мынау плазмидада получается мынау бізде вектор. Вектор қашан болады? Біз өзімізге қажетті мына генді осы жерге енгізген кезде, міне, мына негізгі плазмида, бірақ бұл жерге біз өзімізге керекті генді енгіздік. Ары қарай бұны оқыту үшін, бұдан бізге қажетті, мысалы, инсулиннің гені болатын болса, ары қарай бұны бактерия оқыған кезде инсулин өндіретін болады. Сондықтан мына оны тасушысын біз вектор деп атаймыз. Түсінікті? Секвенерлеу дегеніміз осы дұрыс жауап. Өйткені плазмид туралы мен тағы да уже айтып қойдым. Міне плазмида векторлар болады деп. Дұрыс жауап секвенерлеу. Секвенерлеу дегеніміз мына аденин, тимин, гуанин, цитозиннің реттілігін оқыту. Бұған дейінгі YouTube каналды қарасаңыздар, біз ото нұсқасын талдау деген видеолардың біреуінде именно секвенерлеу туралы мен түсіндіріп кеткем. Бір тест талдаған кезде сол видеоларды тауып қараңыздар. Қызғылт түсті намазшам гүлін өзара будандастырған алынатын ұрпақтардың фенотиптік көрінісі. Қызғылт түсті намазшам деген сөз, получается, бізде қап-қызыл болса үлкен доминантты 2А болатын еді, ол қызғыш былай болады. Және өзара будандастыр дейді, екеуін бір-бірімен будандастырамыз. Алынатын нәрсе, бірінші мына екеуін будандастырсақ үлкен 2А, бұнымен екіншісін будандастырсақ үлкен А кіші А, одан кейін мына екеуін алатын болсақ үлкен А кіші А, және кішкентай Алардың соңында екеуін будандастырамыз. Міне. Мынау бізде екеуді доминантты бұл қып-қызыл, мына екеу бұлар бізде қызғыш, және мына түссіз бұл ақ болады. Демек 25% ол қызыл, 50% қызғылт, және 25% ақ. Тапсаңыздар. Так, жәндіктердің басты тыныс алу мүшесі. Жәндіктер бұлар құрлықта тіршілік етеді, сондықтан желбезек деген вообще жоқ бұларда. Кейбір исключениялар болуы мүмкін. Торсылдақ деген бұл балықтарға тән, но бұл тыныс алу мүшесі емес торсылдақ. Кейбіреуде қостыныстыларда торсылдақ ары қарай өкпеге айналады. Торсылдақ бұл бізде тек қана ішінде қысымды өзгерте отырып, балық судың терең қабатынан жоғары қабатына өту қызметін атқаратын бұл мүшесі. Кезінде ішектен бөліп шыққан осылай. Кеңірдек, вот, бұларды кеңірдек деп аталады. То есть ауа жүретін мына жолдар. Міне мына жолдарды кеңірдек деп атаймыз. Получается, тыныс алуы бұлардың мына құрсақ құрсында орналасқан кеңірдектің мынандай нелері болады, тесіктері болады. Сол арқылы ауа тікелей ұлпаларына қарай, ішкі мүшелеріне қарай кетеді. Бұны кеңірдектен. Терімен бұлар тыныс ала алмайды. Яғни бұларды біз жаңағыдай өлтіретін аэрозольдерді сепкен кезде тікелей кеңірдектер арқылы кіріп, не істейді? Бұларды тұншықтырады. Яғни олардың жұмыс істеу несі бар, принципі басқаша. Так, антигеннің уытын қайтаратын антидене. Уыт дейміз, бұл яд. Ядты қайтаруды не дейміз біз? Токсин ғой яд дегеніміз. Бұна токсин. Оларды қайтаратын ол антитоксин. Сондықтан жауап табу оңай. Преципитин дегеніміз бұл антидененің түрі, бұл неге түсіреді? Тұнбаға түсіреді. Яғни үйтіп тастайды. Бұл тұнба түсіреді. Тұнба. Гемолизис дегеніміз, цитолизис дегеніміз бұл не істейді? Бұлар ертіп жібереді. Цитолизис, гемолизис, лизис, ерту, лизосома содан шыққан. Получается, бұл ертіп жібереді. Так, суретте тышқандарды будандастыру мысалында гендердің комплементарлы әсері берілген. Комплементарность дегеніміз біз білеміз, бұл екі гомологты емес гендердің әрекеттесуінен жаңа белгінің шығуы. Тышқандар F1 ұрпақты түстері бойынша ажыратыңыз. Міне, екеу берілген. Осыларды будандастырады. Біріншіден гамет алатын болсақ, ол үлкен А мен кіші Б. Екіншіден алатын болсақ гамета кіші А мен үлкен Б. А мен А сәйкес келеді, үлкен А кіші А. Б мен Б сәйкес келеді, үлкен А кіші Б. Екі доминантты генде қосылып, жаңа бір белгі ойлап табу керек. Шығару керек сыртқа. Қара немесе альбинос болмайды. Өйткені қара мынау, альбинос мынау сары ма, сондай альбинос немесе ақ. Короче, мына үлкен, мына Б-дан шығып тұрған сары түске ұқсайды.
барлығы бірдей сары дейді, өйткені сары бізде бар, қайтадан сары шықпайды, өйткені комплементарлық ережесін қарайтын болсақ. Барлығы бірдей қоңыр түсті. Міне осыны алсақ болады, себебі қара да емес, сары да емес, жаңа түс шығып тұр, ол қоңыр. 3 альбинос 1 қара дейді, бұл да дұрыс емес. Вот осылай. Так, 21-ші сұрақтан бастап біз давайте ертең талдаймыз. Әзірге сабағымыз аяқталды. Барлығыңызға рахмет қатысқандарыңызға. Ертең көріскенше сау болыңыздар.